Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа сөз бергендей, бізде бүгін керемет қонақ келеді. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Маржан Арапбаеваны көп күттірмей студиямызда қарсы алайық. Маржан Арапбаева! Келіңіз. Рахмет. Көтеріліңіз. Маржан ханым, қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Көңіл күйіңіз қалай? Әрқашанда тамаша. Бұл кісі әрқашанда ерекше энергетикамен келеді. Күн болып кіресіз ғой студияға. Рахмет. Негізінде таңертең тұрған өте пайдалы. Соны түсініп жүрмін соңғы кездері. Уақытым кішкене бостау болып жүр қазір. Соған байланысты кішкене таңертең тұрып дегендей. Ерте жатсаңыз, ерте тұрасыз ғой. Енді сіз қаншалықты ерте жата аласыз? Енді ерте ұйықтай алмаймын, әрине әдет болып кеткен. 12-ден аспай мен ұйықтай алмаймын. Енді бүгін Таңшолпанның тікелей эфирінде сіздің жаңа бейнебаяныңыздың тұсауы кесілді. Құттықтаймыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа көрсетіп үлгердік біз. Иә, көрдім. Сіздің рұқсатыңызсыз сіз көрсетіп тастадық. Тамаша үлкен рахмет. Жоқ, әрине. Қазір ол бейнебаян туралы әңгімеміз ары қарай жалғасады. Бірінші сізден қонақ кәде сұрап алсақ. Сіздің әсем әніңізді тыңдасақ. Жақсы, хорошо. Сіздер үшін көрермен. Таңшолпанның төрі өзіңіздікі. Аспан Қымбатты көрермен, сіздердің алдарыңызда Назар Аудар театры. Енді таңғы тілектің орнына біз әдетте қонақтарымыздан таңғы тілек сұраймыз. Сіздерден таңғы әзіл сұрадық. Және ол сұрауымызға жақсы жауап берді деген ниеттеміз. Білесіздер ме, сіздер келді деп бір қуандық. Енді дәл қазір біздің арнамызда Маржан енді кетті деп бір қуанайық деп айтады деп ойладыңыздар ма? Жоқ. Біздің арнамызда Маржан Арапбаеваны жақсы білесіздер, эстрадамыздың жарық жұлдызы, сол кісінің бейнебаянының тұсаукесері болады. Эксклюзив былайша айтқанда сіздерден кейін. Иә, бұл бейнебаянда ең алғашқылардың қатарында болып, сіздер көрейін деп тұрсыз. Маржан ханым өзі көрмегенде. Сондай бақытты жандарсыз. Маржан ханым. Бірге тамашалаймыз қазір. Өзі де сәлден соң студияға келеді. Олай болса бірге тамашалайық, шайдан алып отырыңыздар. Жүгіріп шықтым белеске дегеннен.